Қызмет пен отбасының арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтайсыздар? Барлығы күн тәртібіне сәйкес. Адамгершілігін, Жауапкершілігін бағалаймын. махаббатпен, Түсіністікпен. менікі, менікі, Жолдасымдікі. өмір сүруді, Өмір сүруді. жолдасым десе. Мен жақсы ойлаймын. Жолдасым жақсы сөйлейді. Ортақ балаларым үшін алғыс айтамын. Жанымда сенім білдірген үшін алғыс айтамын. Бірінші сыныпта 2009 жылы. 4 жыл мектепте бірге оқып, содан кейін 2025 жылы жұмысқа кірер уақытта IUге бізді оқуға жіберді. Сол оқу кезінде казармада таныстық. Арайлым. Менің Сабырлықта. төзімділікті. Бар болған үшін алғыс айтамын. Бар болған үшін алғыс айтамын. Туралығына. Шыдамдылығына. Менің әзілдерім ғой. Жолдасымдікі. Конечно, менікі. Әділдіктікі. Жұбайымдікі. Әйелім ақыл айтқанда сөйледі. Шымбат. Шыдамдылық. Төзімділік. Көп нәрсе үйрендік бір-бірімізді. 14 жылдың арасында. Алғыс айтатын нәрсе көп қой. Барлық қиындыққа да жақсы күндерімізде бірге болдық та. Сол үшін бір-бірімізге көп нәрсе үйрендік бір-бірімізден. Ренжіп қалса ашу тез тарқайды, сол қасиетіні бағалаймын. Қызметтегідей жүреміз, әріптес болып, үйде сүйген жарым болып жүреді. Отбасы күні болады, өзімізге бөлек уақыт арнаймыз. Өзіміздің семьямызбен тек соған арнауға тырысамыз. Солай тек ұстай аламыз, тепе-теңдікті. Ең алғаш сезімін Айзада білдірді. Ол білдірді. Ғалымжан білдірді. Біздер танысқан жылы мен әлі курсант болдым, 4-ші курс бітіруші жылым. Айзада 3-ші курста оқып жатты Алматыда. Бір-бірімізді көрген жоқпыз, бірақ біздің ортақ танысымыз болды. Сол ортақ таныс мен Айзадаға машина жүргізіп үйреттім. Өзі бар болған үшін алғыс айтамын. Менің жанымда табылған үшін, қыздарымды дүниеге әкеліп берген үшін, аналарымды бағып қағып отырған үшін алғыс айтамын. Қасымда табыла білген үшін, арқа сүйер азаматым болған үшін, еңбекте де, жұмыста да, үйде де бірге жүргеніміз үшін, әрқашан қолдаған үшін, осылай полиция қызметкері бола тұра, ешқашанда мені жұмысыма шектеу қоймай, әрқашанда қолдау білдірген үшін, сол үшін алғыс айтамын.